Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазыла отырыңыздар. Лайк қалдырыңыздар және пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін сіздермен осындай сазан балықпен жасалатын тағамның рецептімен бөліскім келеді. Бұл тағам менің бала кезімнен анамның жасайтын осындай тағамы болатын, балықпен өте дәмді шығатын тағам. Бұл тағамға жасау үшін бізге ең бастысы сазан балығы керек. Мен сазан балықтың басын, кішілеу сазан, менде торман, соның басын және бір 10 шақты кусогын алып, осылай тұз салып және бұрыш салып, жақсылап тұрып араластырып алдым. Және бір 10 минутқа осылай сіңгенше қойып қойдым балығымды. Және мына жерде балықтың ішінен икрасы бар, әдейілеп икрасы бар балық аламын. Мен осы тағамға икрасы міндетті түрде саламын ішіне. Және осылай картобымды ашып тазалап алған картобымды осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп алдым. Және бір бас жуамды да осылай бөліп алдым бөліктерге. Қазір енді тағамды пісіріп бастайтын боламын. Ең алдымен табаға майымды құйып алып, осы майға бірінші пиязымды қуырамын. Пияз кішкене бір 3-4 минуттай қуырылғаннан кейін үстіне балығымды салатын боламын. Біздің бала кезімізде чудо печкінің табасы дейтін болатын. Сол табаға анам осылай қылып пісіретін еді. Өте дәмді шығатын, ол кездегі балықтардың дәмі ерекше болатын еді. Міне осылай балықтарды салып алдым. Кішкене бір жағын бір 2-3 минуттай қуырып аламын. Осылай тұрған күйінде қозғамай, бір 2-3 минут осылай қозғамай қойып қоямын. Және бір 2-3 минуттан кейін келесі жағына айналдырамын балықтың бәрін. Мамам пісірген кезде, ол кезде чудо печкінің табасы дейтін таба болады, немесе шойын таба, нан пісіретін. Сондайға осындай қылып салып, қуырып алып пісіретін. Және мен икраның жартысын осылай салдым. Артынан бірақ қалған жартысын да салып жібердім, себебі балалары менің икраны жақсы көреді. Егер сізге икра ұнамаса, салмасаңыз да болады. Және үстіне жаңа туралған картобымды салып шығып, қазір қайнап тұрған ыстық су құямын. Осы картобы мен балығым әбден дұрыстап батып тұратын болғанға шейін тұз суды құямын, себебі сорпасы керек болады. Сорпасы жақсы ішіледі, сондықтан да судың мол болғаны жақсы. Осылай бетін жауып қайнағанша қойдым. Міне қайнап бастағаннан кейін дәмін қарап, жаңа себебі тұзбен бұрыш салып балығымызды араластырдық, сол себепті бірінші тұзы мен несін қарап алып, және тағы да 2 шай қасық тұз және жарты шай қасық бұрышымды салдым. Сәл-сәл араластырып, бетін жауып, бір 30-35 минут жай отта бұқтыратын боламын балықты. Жай ғана бүлкілдеп қайнап жату керек балық. Міне тұзын дәмін қарадым. Дәмі сәл тұзы аздық еткен соң сәл тағы да тұз жібердім. Енді қазір қақпағын жауып қойып 30-35 минутқа жай отта қайнататын боламын. Міне 35 минут уақыт өтті. Міне менің балығым пісіп, сорпамның бәрі прозрачный болып, өте аппетитный болып тұр. Иісі дейтін керемет. Мен қазір астын басып, астын сөндіріп бір 5-10 минутқа солай қойып қоямын. Содан кейін мені алып, мен осы табаммен қазір дастарханның ортасына қоятын боламын. Осылай барлығымыздың алдымызға жаңа осылай тарелкамен сорпа ішетін кесемді, үлкен қасығымды қойдым. Мысалы, сіз сорпа ішкіңіз келетін болса, осылай құйып алып, шетінен өзіңізге керегін, және алдыңызға тарелкаңызге өзіңіз жей алғаныңша балығыңызды, картобыңызды салып алып жейсіз. Өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Жалпы сазан балығы, соның ішінде жайықтың сазаны өте дәмді. Керемет тағам болды. Міне осындай әп-әдемі аппетит ашатын, балалар да жақсы жейтін, сүйіп жейтін тағам. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.